Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шоколадты печенье рецептісін бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бөлме температурасындағы сары майымызға қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Енді бір дана жұмыртқамызды салып, миксерлеп аламыз. Ұнымызды қосамыз. Қопсытқыш және ванилинімізді қосып, жақсылап тағы да миксерлеп аламыз. Және осылай ұсақталған шоколадымызды қосамыз. Араластырып аламыз. Шоколадтың қандай түр екені маңызды емес, қалаған қоса берсеңіздер болады. Осылай домалақ етіп пішіндеп табамызға жайғастырамыз. 180 градуста 20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне өте оңай, дайын болды, жасап көріңіздер. Өте күшті, дәмді болып піседі. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Видеом ұнаса, жасап көрсеңіздер, комментарияға бөлісіп жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.